Сәлем достар, қатқан нанды тастамаймыз, одан осындай өте дәмді таңғы ас жасаймыз. Өте тез әрі оңай жасалатын таңғы астың рецептімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар колбаса, сыр және бір қызанақ. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Жаңа рецептілерді жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Қажетті заттарды дәл осылай турап дайындап алыңыздар. Сырды ұсақ үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Үйде қалып қалған нан болса, осы нанды алып, дәл видеодағыдай жұқалап кесіп дайындап алыңыздар. Мінекей нанды осылай ұзыншақ қылып турап дайындап аламыз. Келесі жұмыртқаның үстіне тұз және сүт қосып жақсылап араластырып аламыз. Табамыздың астын жақпай тұрып, дәл видеодағыдай нанды жұмыртқаға салып, табамызға орналастырамыз. Егерде табаның асты жабысатын болса, сұйық маймен майлап жіберіңіздер. Мен ешқандай сұйық май жақпадым, себебі табаға жабыса қоймайды. Мінекей дәл осы видеодағыдай нанның барлығын жұмыртқаға бір малып алып, үстіне қалған жұмыртқалы массамызды құйып шығамыз. Енді астын баяу отқа қоямыз, және де бір жағы пісіп қалған жағдайда аударып, екінші жағына аударып қоямыз дәл видеодағыдай. Енді үстіне пиццаның начинкасын жинаған ұқсап, колбаса, помидор, сырды сеуіп қоямыз. Начинканы өз қалауларыңызға сай түрлі қылы өзгертсеңіздер болады. Бетіндегі сыры ерігенше тағы да бетін жауып 2-3 минутқа баяу отта қойып қоямыз. Мінекей біздің таңғы асымыз дайын, өте жеңіл, әрі ысырапсыз біздің қатқан нанды таңғы асқа жұп-жұмсақ қылып дайындап алдық. Мінекей достар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте жұп-жұмсақ әрі дәмді таңғы ас дайын болды. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецептілермен бөлісетін боламын.